Менің өмірімде миссия бар. Мгм. Ол миссия Алла тағала менің бойыма дарытқан қасиетті өнерді көрерменмен бөлісу. Өнердің көрермені қатыгез сияқты болып көрінеді. Өйткені хит талап етеміз біз. Ішің ашитын сәттер болады. Тек қана шығып микрофонның алдына тұра салып ән айта салады. Кейде біреулерінде бенд болмайды, жалғыз өздері бір минусовкамен келе қойды да концерт бере салады. Демек тренд кетеді, ол да кетеді. Иә, тренд кеткеннен кейін міндетті түрде ән де кетеді. Жаңа тренд туады, адамдар ескі трендті ұмытады да қайтадан жаңа тренд. Қазір енді шығып жатқан әндер бір маусымдық болып қалды, бір сезондық. Біз оны бір сезон айтамыз, бір сезон билейміз, және ол тарихтың арғы жағына өтіп кетеді. Сәлем, құрметті көрермен, егер дәл қазір осы видеоны қосқан болсаңыз, онда соңына дейін болыңыз, өйткені бұл эфир, бұл подкаст мотивацияға толы. Неге? Өйткені эфирде қонақта Дастан Оразбеков. Беу шіркін дейсің ғой, рахмет Майра, көргеніме қуаныштымын, шақыртуыңа рахмет. Енді мотивация деп жатыр ғой, маған да мотивация негізі өзіме де керек, өзімде қарап алатын сияқтымын десе. Жақсы. Дәл қазір спорттан келдіңіз бе? Студиядан келдіңіз бе? Мен қазір тікелей эфирден келіп отырмын. Мен тікелей эфирден кейін үйге барып, үйдің ер азаматы болғаннан кейін кеше енді әңгіме болсын. Кеше үйдің бір-екі жерлері шынап қапты да, соны істеу керек болды. Соны өзім үйді бір қарап, клей бар ма жоқ па деп қарап атсам, клей жоқ екен. Өзімде іштей клей сұрап отырмын да, бірақ бір кезде бір жарты сағаттан кейін келіншегім келіп тұр. Сүйіктімнің қолында клей бар, істеп берші. Соны мен кешке келген жұмысты бүгін азанмен жаңа эфирден кейін келіп істеп тастадым. Содан келіп отқан жайым мінекей. Әнші, билейді, спортсмен, тамаша әке, жақсы бір салауатты өмір салтының насихатын жасайтын спорт символы, және қолына отвертка ұстайды, плоскогубцы ұстайды. Сіз таза грин флаг болып бара жатсыз ғой? Беу шіркін. Өйткені жақсы біздің құлағымыз естігісі келетін, біз көргіміз келген қасиеттер бір адамның бойынан табылса, біз оны жақсы көріп тұрамыз, үлгі етеміз. Тура мен де сіздердеймін. Расында да ондай адамды кездестірсең, расында да қуанасың ғой, өзің де үлгі аласың. Қазір енді алдағы жүрген аға буындарымыз бар. Расында ауыздарына қарап отырып сөз саптауын қараған кезде кішкене тамсанасың. Енді ісіне, өзінің жүрген жүрісіне, ортада ұстануына. Егер мен сондай впечатление создавать ететін болсам, жақсы ғой. Сәл ақырындап аға буынға өтіп бара жатқаныңызды ұмытпаңыз. Жоқ, мен толықтай оған қуанам, керісінше. Расында әр уақыттың өзінің бір сұлулығы бар, әдемілігі бар. Сондықтан да десе де қазір мен енді 44-темін ғой. Медицинаның, ғылымдардың зерттеуі бойынша жастық шақ дейікші 25-тен 44-ке шейін болады екен. Созылды. Иә, созылды. Демек әлі соңғы жастық жылым. Жастар деген категорияға кіріп тұрмыз онда. Иә, әлі кіріп тұрмын, әлі бір аяғым шыттырып былай сол. Онда жастарша сөйлесейік. Олай да болады. Жақсы. Дастан, өнер деген өте үлкен ұғым бар, үлкен ғалам бар. Ол жерге әркім өзінің еншісін алуға келеді. Өзінің үлесін алуға келеді, өзінің кусогын алуға келеді дейікші, иә. Ал сол еншіні алып тұрып, қаншалықта үлесінде беріп жатыр? Осы сұрақтан бастайық. Енді былай айтсам, менің өмірімде миссия бар. Ол миссия Алла тағала менің бойыма дарытқан қасиетті өнерді көрерменмен бөлісу. Және де бір жан болса да, сол жанның көңіліне, жүрегіне әсем әуенді жеткізу. Соны мен миссия деп білемін. Енді бүгінгі таңда шүкір, келген көрермен ықыласын білдіреді. Оған мен енді десе де бәріміз инстаграмға контент түсіріп салып жатқан уақытта жаңа әуендер бар. Халықтың ықыласынан білеміз ғой, біз өзіміз отырып бір айдан. Сондықтан да айтылған ықыластың барлығы, айтылған тілектің барлығы өте, жаңа өзіңіз айтпақшы, green flag, жағымды ықыластар. Сондықтан да көбінесе қай комплиментті көп естисіз, қай сөзді көп айтады? Енді актуалдысы осы азамат қартайдың түрі бар ма жоқ па өзі? Біз сол бала кезімізде осындай түрі бар еді, сол түрмен әлі жүр екен. Одан кейінгісі енді артынан жаман сөз ермеген азамат дейді. Содан кейін әр әніңіз расында да жүрекке жететін әуен ғой. Енді өнер адамына менің ойымша ең басты ықылас сол шығар деп ойлаймын.
әр әніңіз расында да хит қой дейтін. Енді мүмкін сондай бір ауқымды хит әуендер болмаса да, бірақ 100 немесе 1000 адамның жүрегіне жеткеннен кейін мен үшін ол үлкен бір жетістік. Сол 100 000 адамның ішінде мен де бармын. 100 Алла 000 ол разы өте болсын. көп. Майра, расында да сенің шақыртуыңды, менің өнерімді сенен артық бағалайтын адамдар кемде кем шығар деп ойлаймын. Сондықтан да сол өзіңнің ықыласыңа, өзіңнің менің өнеріме деген құрметіңді сыйлап келіп отқан жайым бар. Енді өзіңде өнер әлемінде құралаған адам емессің, сондықтан да қаншама жыл осы өнер үшін, осы радио үшін, жалпы насихаттау үшін Көпір болып жасалған отырмыз ба? тірлігің өте көп, сондықтан да сізге рахмет. Рахмет айтам. Иә. Дастан, сіз мені мақтап едіңіз, сұрағымды ұмытып қалдым ғой келесі. Көрдіңіз бе, мақтау. Көп мақтау болмайды адамды. Бірден расслабление. Енді расслабляться етіліп отырып жасау керек қой интервьюді. Жақсы. Дастан, сіз өнерде 20 неше жыл? 28 жыл. 28 жыл. Ал сол 28 жылдың ішінде өнерде жүріп спортты қосқан кезде спорттың динамикасы шығармашылықтың динамикасына қалай әсер етті? Шындап айтатын болсақ, қазіргі менің спорттық динамикам әлдеқайда көбірек. Спорт әлемде менің жаңағы жаттығуым, күнделікті жасалып жатқан жұмыстар, спорт үшін, жарыс үшін менің өнерімнен бір саты жоғары тұр. Енді басымдау болып тұр ма? Иә, басымдау болып тұр. Иә, 60% болып тұр. Бірақ десе де менің енді өнердегі күнделікті жасалып жатқан, енді біз енді дайындық барысымен салыстырып отырмын ғой мен қазір. Бірақ енді жасалып жатқан жұмыс, енді тәжірибе ретінде өнер әлдеқайда әрине көбіректеу. Онда 70-те 30 деп айтсақ та болады. Спорт сізге шығармашылықтағы өнердегі тәртіпті, дисциплинаны қосты ма? Маған қосуын әрине қосты, бірақ қосқаны былай дейікші, жалпы тек қана өнерде емес, өмірде маған септігі тиіп жатыр, пайдасы. Неге десеңіздер, қазір өте бір қарбалас өмір болып жатыр ғой, аласапыран, тез бәрі, қарқын, тым тоқтамастан. Сондықтан да кейде жастар мысалға озып шығып жатады, немесе бір жұмысың әжептәуір басталып келе жатады да орта жолда құлдырап кететін сәттер болады. Сол кезде стрессоустойчивость дейікші, сол кезде мынау мен қазір енді Ironman'ді өтіп жатырмын ғой. Ironman'де расында сен жарыс барысында өзіңе талай сұрақ қоясың, маған не қажеттілігі бар, кейде расында да тоқтап қалғың келеді, арғы жалғастырғың келмейді, өйткені қуатың да кетеді, іштегі моралдық бір жігерлігің де кетіп жатқан сәттерде, сол кезде өзіңді өзің қамшылайтын сәттер болады. Сол тәжірибе менің өміріме өте үлкен септігін тигізіп жатыр. Бір мысал айта кетейін. 23 жылы мен өзімнің алғашқы жеке концертімді Республика сарайында бермек болып шештік. Бір азаматтар, достарым ғой менің, кәдімгідей жан жолдастарым, сол азаматтар қолдау көрсетеміз деді. Ақша жағынан еш қысылма, сен өзіңнің жоспарыңды жаса, бағдарламаңды жаса, біз оны енді қолдаймыз деді. Содан не керек, мен барлығын ұйымдастырдым, кәдімгідей костюмдер тігілді, бишілер алынды. Өте, бір қателеспесем 70-ке ме 60-қа жуық адам жұмыс жасады сол кезде. Бір таң қалғаным, тура жеме-жем келген уақытта мен бәрін істеп қойдым. Жаратылып қойды. Сол кезде ақша жоқ деді маған. Концерт, қателеспесем 3-7-ден кейін концерт болу керек қой деймін. Ойлаңыздар. Ондай сапалы концерт беру өте қымбат тұрады. Енді жігіттер енді байқуатты азаматтар болғандықтан өзіме бір еркіндік бердім де, олар да сондай еркін жаса деп сондай ой салды. Содан не керек? Ақша болмайды дегеннен кейін кішкене отырып қалдым, ойланып қалдым. Өзім сол кезде бір кафеде отырдым, қателеспесем, есімде жоқ қандай кафе екені. Сол жерде отырмын, телефонмен шалдым. Дастан, қазір көмектесе алмаймын, өзімде қиын жағдай болып жатыр деді. Дедім сондай кезде. Енді кәдімгідей бір түңіліп кеттім, қалай болады ары қарай, қаншама жұмыс жасалды, іштей тоқтата салу керек, өйткені ары қарай шығын тіпті көбейіп кетеді. Қазір бірдеңе қылып жабуға тырысамыз ғой деген ой келді. Содан кафенің табалдырығын аттағаннан кейін, білмеймін, бір жігерлік келді. Дастан, жоқ, болмайды бұлай. Мынау қазір сені алып, осыншама жұмыс жасалғаннан кейін
Ауыл жоқ дегенде бір 2 айдың жұмысы жасалған. Мен айтамын, мен ол деңгей дейді ғой, мен Иә. оны көрдім, бәрі сапалы болды. Ой, рахмет. Әлеуметтік желідегі сапалы жұмыстар, концертке деген анау қыздыру жұмыстары бар ғой. Иә. Мен білмеймін, қазір ұшып кетейін деп отырдым ғой. Өте жақсы Рахмет. болды, шын айтамын. Және концерт те жақсы болды. Рахмет. Сонымен не керек? Жоқ, Дастан, болмайды. Қазір амалын табасың, ақшаны да табасың. Сондай өзіме өзім бір жігер беріп, өзімді өзім бір қуаттандырып, сондай бір шешім қабылдағаннан кейін, сенесіз ба, сенбейсіз бе, Майра, ертесіне бірден қоңырау шалынды. Дастан, осындай 1 айлық гастроль бар. Сол гастрольге қанша қаражат болады? Маған керек қаражатты мен айдымда айта салдым, осыншама қаражат керек маған. Сөйтіп едім, жақсы, біз осындай қаражатыңызды төлейміз деді ол мэр. Енді қалай қуанбайсың? Өйткені сіз тәуекел еттіңіз. Иә, тәуекел еткеннен кейін Алла да айтқан шығар, мә саған. Иә. Азамат екенсің деді. Содан не керек? Бірақ енді әрине ол концерттен мен ешқандай қаражат тапқан жоқпын, Бірақ керісінше сіз өзім деңгейге тапқан. өстіңіз. Өте мықты Әрине, болды. Және сіз көрерменге сөзіңізді бөлейін, сапалы концертті бердіңіз. Сапалы, біз концерттегі бір левел дейді ғой, деңгейді Иә. көрдік. Ол басқаша болды. Рахмет. Енді сол өзіңіз, енді сізден артық айта алмай тұрмын ғой мен қазір. Міне лейбл расында да, өйткені енді өсіп келе жатқан жастар бар, қазір ішінде де бірақ шоу жасап жүрген азаматтарымыз, азаматшаларымыз бар. Бірақ десе де кейде бір ішің ашитын сәттер болады. Тек қана шығып микрофонның алдына тұра салып ән айта салады. Кейде біреулерінде бенд болмайды, жалғыз өздері бір минусовкамен келе қойды да концерт бере салады. Сол кезде мен іште ойлайтынмын, жастар міне келе жатсыңдар ғой, өсіп. Мен расында сол концертке өте көп жас әншілерге шақыртып жібердім. Жігіттер, келіңдер, концертті қараңдар, көріңдер деп. Ол енді мен жалғыз өзім сондай бір шешімге келе салған жоқпын. Ол менде өмір бойы тәжірибе болып қалыптасқан дүние. Неге десеңіздер, ол ордадан қалған тәжірибе. Орда әр кезде өзінің қандай бір концерт болмасын, өзі көп концерт берген жоқпыз, бірақ әр концертімізді шоу қылып беруге, оған үлкен күш, қуат салынып, қаражат салынып, уақыт салынған. Және сол энергетиканы көрермен де сезеді. Сол үшін сондай Орда сіздің өміріңізде өте бір мықты қалыптасу мектебі болды. Әрине. Халықтың ықыласына мен танымалдылығын алып келді, және әрі қарай жеке дара әнші ретіндегі жолыңызға көп септігін тигізді. Әлі күнге шейін септігін тигізеді ғой. Спорттағы прогресс, демек музыкалық емтихандар дейміз ғой, жаңа неше түрлі сынақтар болуы мүмкін. Ол жерде сізді мықтап шыңдап тұр, иә? Өте. Оның үстіне бүгінде спорт, енді мен билеп тұрып ән айтатын әнші болғандықтан, қазіргі менің айналысып жүрген триатлон ғой, енді менде велосипед, жүзу бар, жүгіру бар, менің кардиома өте үлкен септігін тигізеді. Ол менің физикалық тұрғыдан да мен сахнада бүгін осылай билеп тұрып ән айтуыма үлкен көмегін тигізіп жатыр. Былай айтайықшы, спорт сіздің кардионыз, ал музыка сіздің силовой ма? Жоқ, музыка менің рухани байлығым шығар деп айтсақ та болатын шығар. Өйткені расында да мен музыкасыз өзімді елестете алмаймын. Маған өте талай сұрақ қойылады: спорт па, музыка ма? Әрине музыка. Актер боласыз ба, әлде өнер иесі боласыз ба? Жоқ, мен музыкант боламын. Музыка менің әлемімде өте бір маңызды орын алып жатқан дүние. Иә, жаңа айттым ғой, музыка деген үлкен әлемге еншіңізді ала отырып, үлесіңізді қосып жүрген, сапалы музыканы дәріптеп жүрген әртістердің бірісіз. Майра, бір-бірімізді мақтай бермекші, мен біртүрлі болып отырмын десем. Енді мақтауға тұрарлық. Мен жалпы тұлға ретінде емес, музыкаңызды жақсы көргеннен кейін мүмкін өзі ағылып келіп жатқан шығар. Дастан, мен 20 жыл радиода эфир жүргіземін. Біз күнделікті жаңа әндерді сараптап отырамыз. Бір өзіміз бейресми сарапшыға айналып кеттік. Және іштей интуиция бар бізде. Мына ән сұраныста болады, мына әннің шамамен көрініп тұрады деген секілді. Қазір енді шығып жатқан әндер бір маусымдық болып қалды. Бір сезондық. Біз оны бір сезон айтамыз, бір сезон билейміз, және ол тарихтың арғы жағына өтіп кетеді. Және есіңе де түсіре алмайсың. Орындаушысы кім еді, әні кім еді деген секілді. Және білесіз бе, Дастан, қосылып ән айтқың келеді ғой, айта алмайсың ғой қосылып. Караокеде де айта алмайсың оларды. Жоқ, енді біз ол рэпті қалай айтамыз, бағыт басқаша болып кетті мысалы. Сондықтан олар әдейі сондай ән жазып жатыр ма? Тек мен айтамын, сендер айта алмайсыңдар. Неге біз осы 7 нотаның айналасында шығармашылық шабыт керек, шекараны ашып тастадық, еркіндік бар. Бірақ соның арқасында біз жылдарға емес, бір маусымдық қана әндер жазылып кетті. Сіздің көзқарасыңыз қандай?
Біріншіден бір маусымдыққа жауап берейін. Бір маусымдық деген енді мен бірден ойыма келгені бүгінде әр мерекеге арнап ән шығаратын сәт бар ғой. Мгм. Мысалға қыстың күні қыстың әнін жазайық. Мгм. Көктемде көктемнің әнін жазайық. Ол бір. Екіншіден енді маусымдық деген расында да Былтыр қатты хит болған ән, биыл оны біз іздемейміз, өйткені орнына басқа келді. Ал сіздердің әнді белгісіз жан болсын, бегімай болсын, көк аспан болсын, біз жылдар бойы айтып келе жатырмыз. Бұл салыстырмалы түрде. Енді сіз өнердегі жүрген азамат ретінде сол бір жаңашылдыққа көзқарасыңыз қандай? жаңашылдыққа менің көзқарасым жақсы. Енді белгісіз жанды айта кетейінші. Белгісіз жанның рухы бөлек ол әннің. Біріншіден, әр кезде мен айтатын мынау өмір ұзақ болатын әуендер бар ғой, әндер дейікші, Иә. хит әндер. Олардың терең бір тарихы бар. Мгм. Олардың қуаты бар, өздерінше Мгм. бір рухты бір әндер болып келеді. Неге десеңіздер, мысалға белгісіз жан мысал ретінде келтірейін. Барлығы қыз бен жігіттің махаббат деп біледі. Бірақ бұл жерде ұстаз бен шәкірттің арасындағы бір-біріне деген Сыйластық. сыйластығы, махаббаты деп айтсақ та болатын шығар енді шәкірт пен ұстаздың. Өйткені расында да бір қимастық сезім бар ол жерде. Сондықтан да іштен шыққан бір рухты, бір өте бір қуатты ән, ол әр кезде де өмір ұзақтау болады дегенге менің толықтай көзім жеткен. Ал енді бүгіндегі шыққан әуендер қазіргі трендтен қалмайын деген тез арада жасалынған дүние. Қазір мына трендті басып қалу керек, осы кезде жасап қалу керек, екен кеңінен таралады деп. Демек тренд кетеді, ол да кетеді. Иә, тренд кеткеннен кейін міндетті түрде ән де кетеді. Ол Жаңа жер- тренд туады, адамдар ескі трендті ұмытады да қайтадан жаңа трендке. Ол енді соның септігі шығар деп ойлаймын. Мгм. Ал жалпы расында шынайы музыкант ол жасаған әуенін қазіргі уақытқа ғана емес, ол әр кезде көрерменнің жүрегінде есінде қалатын, машинеде келе жатып тыңдайтын, ертең өзінің өмірінде бір ғана бір сәтке бір үйлесімділік табатын әуен болса, менің ойымша сол хит. Мгм. Трендтік музыкада демек жан жоқ, коммерция көп па? Әрине. Ол дәлел. Мгм. Жоқ, енді жан жоқ деп те айта алмаймын, өйткені адамдар расымен де жан салып жұмыс жасайды ғой. Мгм. Ол қазіргі жастарымыздың тіпті техникалық мелизмдері, ән орындау сапасы, ритмді дөп түсуі, соның бәрі ол талай жұмысты талап еткен дүние, оны жоққа шығарудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Соның арқасында ол қазіргі трендке бір саян. Оның үстіне қазір жасанды интеллект келді да тіпті дәрежені деңгейді қазір көтеріп жіберді. Мгм. Өйткені бүгінде сен егер жақсы әуен музыка шығару керек болсаң, сен жасанды интеллекттен кем айтпау керексің. Керісінше одан ары құлпыртып орындау керексің. Өзіңнің бір үндестігіңді, өзіңнің мәнеріңді қоса отырып, солардан алған бір иірімдерді қосып, үйлестіріп тіпті жақсы қылу керексің. Сондықтан да қазіргі жастарымызға оңай емес. Мгм. Бәсеке, басты бәсеке келді дейсіз, Иә. жасанды интеллект деген. Сіздердің енді сахнаға жарқ етіп шыққан кезде бәсеке болған жоқ? Болса да өте аз болды. Иә, аз Біз- болды. иә, Болды, бірақ аз саусақпен болды. санарлық Иә. топтар болды. Біз оны сахнаға шыққандарды жақсы көрдік. Шынымен де біз оларды жақсы көрдік. Ал Иә. қазір жаңа сіз айтқан кейінгі толқындардың ағын ауысып жатыр ғой. Жастар деп айтып отырсыз, бірақ сіз жастардан кем жұмыс жасап отырған жоқсыз. Музыкалық сапа болсын, бағыт болсын, жаңа өзіңіз айтқан неше түрлі шабыттар болсын, бәсеке сезіле ме қазір сізге? Және қанша есе сіздің өнер жолыңыздағы бәсеке өсті? 20, 30, мүмкін 50% өсіп кеткен шығар. 50% өсті деп толықтай айтуға болады. Себебі бұрында жас өспей ме, көкейің теспей ме деуші еді. Қазіргі жастарымыз өкше тумақ белден басып кетіп бара жатыр. Сондықтан да олардың аяқ алыстарына қарайтын болсаң, өте қарқынды жұмыс жасауда. Және өте жылдам. Өте жылдам. Содан өте батыл. Иә, сондай бір еш қорықпастан жаңа бір экспериментті жасауға ешқандай қорқусыз. Енді орданың бір жақсы қыры сол болатын, біз жаңашылдықтан қорықпайтын тұғымыз. Бірақ ол кезде біз сирек Әрбір орындаушылардан жауапкершілікті сезіндіңіздер ғой Иә. сіздер. Жаңашылдық болды, бірақ жауапкершілік те болды, иә? Бір сәл-пәл енді біздің менталитетке сай, біздің мәдениетке сай белгілі бір рамка, шекара болды, иә? Еркіндіктің де шекарасы болды ма? ғашықсың ба шыққан кезде болған жоқ. Болған жоқ, иә? Болған жоқ рамка. Өйткені біз үлкен бір батыл қадамға бардық. Енді
бізден бұрын Ерболат барған шығар, біз Ерболатты қоштадық қой. Ерболаттың жасаған музыкасы бізге ұнады, біздің көзқарасымыз бір жерден шықты. Бірақ Ерболаттың батылдығы, ол ойлаған жоқ халық қазір қалай ойлайды, не дейді. Иә, әрине біздің киім үлгімізге біз кей кезде қарсыластық болды. Ерболат бізге сырға таққызғысы келді, барлығымызды бояп, шашымызды да бояғысы келді. Мен сол кезде қарсы болғам, Ерболат, біз олай жасай алмаймыз. Біздің сол кезде мен қарсы болғам. Біздің менталитетке сай емес. Әуенді жазайық, биді билейік, бірақ шаш боямаймыз, тырнақты боямаймыз. Ерболат сосын өзі боятты. Ерболат 91-ге. алды, сосын алды да ол түсінді, бізбен бірге ондай нәрсені жасай алмайтын. Содан 91-ді ол жарыққа шығарды. Бірақ 91 шынымен феномен болды. Әрине. Ол бірақ енді 91-ге жараса қалды ғой. Біз 91 шыққан уақытта біз 30-дан асқан жігіттер едік. Ол кезде ол балалар 17-18-де. Оларға жарасады. Өйткені жаңашылдық, өздері де жаңа, әуен де жаңа, музыкасы да жаңа. Оларға жараса кетті, бізге жараспайтын еді. Содан Ерболат өзінің ойындағы бүкіл қиялы әлемін сол балаларға жасап шығарды десек болады. Және өте батыл қадам, батыл жаңашылдықты алып келді. Ал бізде Орда тобы өзіміздің уақытымызда дейікші, 2000 жылдары, кеш мені 2002-де шықты ғой. Сол кезде біз ойлағанбыз қалай болады екен. Бірақ расында біз осындай бір масштаб болады деп ойлаған жоқпыз. 2003-те біз кеш мені шыққан уақытта, сондай бір батыл қадамға барған уақытта, ертесіне азында біз пойыздан түстік, пойыздың алдындағы адамдар өзара сыбырласып айтып отыр. Ана жігіттер ғой, қай жігіттер, хабарда кеше шыққан кеш мені. Сондықтан осындай біз байқасаңыз сұхбат басталғалы бері бір жаңашылдық деген сөзді жиі айтып кеттік, иә. Өйткені заман соны талап етіп жатыр, музыка да соны талап етіп жатыр. Жаңашылдықтың айналасында мынау қалай да мен ерекшеленем, қалай да креативтің былай қолынан ұстаймын деген бағытта шынымен де 7 нотаның айналасында өте жақсы батыл қадамдар, эксперименттердің жасалып жатқандығы қуантады. Иә, көбейе берсін, көп болсын, оның ішінен сапаны іріктеп өзіміз алып аламыз. Ал қалыптасып қалған стереотиптерге бұл жаңашылдықтар қалай әсер етіп жатыр? Бір жақсы, біздің көрермен жаңашылдықты қазір тез қабылдайтын болған. Мынау енді желінің арқасында дейікші, интернеттің арқасында кәдімгідей поток информацияның қазіргі ағымы өте көп болғандықтан қабылдау өте жеңіл болып жатыр. Неге десеңіздер, интернеттің арқасында қаншама әуендер, қаншама бағыттар, қаншама жанрлар, видеосы болсын, аудиосы болсын, өте көп. Сондықтан да күнделікті TikTok немесе Instagram қарап отқан ол жалғыз жас өспірім балалар емес қой. Үлкен апаларымыздан, көкелерімізден бастап жасөспірімге шейін. Сондықтан да егер жаңа бірдеңке шығып жатса, мен ойлаған жоқпын жасанды интеллекттің жасауына. Мысалға, ең қатты дамыған, ең бірінші бізде қазақ әуендерінің бірі ол бері қара, бұл қап-қара Шымкент қой. Мен сол кезде өте таң қалдым. Бірден шықты да, жоқ дегенде араға мүмкін бір айға салған шығар. Мен ойлап едім, тек қана жастар естиді ғой. Жоқ, үлкен кісілер де спокойно қабылдап. Иә, ұнап жатыр, тембр ұнап жатыр. Біз бұрында мынандай әуен қабылдана ма деп уайымдап жүрген уақытта, оказывается, просто надо было сделать. Просто надо было сделать. Да, ойланбау керек еді. Бір қорқынышы, жасанды интеллектке қорқпаңыздар деген бүкіл мына пердені алып тастай салды. Сондықтан да халықтың қабылдауы, бір батыл қадам немесе ескі стереотипқа қазір қарайтын уақыт жоқ сияқты адамдарды. Жаңа дүние келді ма? Тамаша. Өтті ма? Көңілден шықты ма? Тыңдайды халық. Халық дедік. Халық кейде маған халық сіздердің көрермен, жалпы әртістердің, өнердің көрермені қатыгез сияқты болып көрінеді. Өйткені хит талап етеміз біз. Ой, хит емес. Ой, хит деген сияқты. Біз сіздерді бір жаңағы хит шығаратын фабрика сияқты көріп алдық. Мұнаның әрбір әні хит болғанын біз өзді іштей көрерменнің талабы бар. Хит сұрайды, хит жазбай кетті, хит іздеп жүр деген сияқты бір сырттай әңгіме де болып жатады. Қалай ойлайсыз? Сіздің көрермен шыдамды ма? Сіздің көрермен талапшыл ма сізге келгенде? Өте қызық сұрақ. Оны сізден сұрау керек сияқты. Жоқ, мен барғыздың әңгімізді хит деп есептеймін ғой. Хит шықты жарқ етіп, Мария Магдалена. Одан кейін оны басып хит орындаушы орындаған жоқ. Қызыл өріктен кейін асып Ақылбек Жеменита хит орындаған жоқ. Мысалға, тағы да жарқ еткен хиттар бар. Одан кейінгі біз халық екіншісін
үшіншісін бер, төртіншісін бер деген секілді біздің тараптан сәл-пәл бір қатыгездеу сияқты болып көрінеміз біз. Қатыгездеу болғанда бар ғой, менің ойымша халықтың ондай шешімге келуі, бізде әншілер бар, бірінен соң бірі хит жасап жатқан. Ол содан кейін ғана сондай талап болуы мүмкін шығар деп ойлаймын. Өйткені алысқа бармай, Қайрат Нұртас ініміз не жазбаса да хит болады. Қазір жарқ етіп шыққан Садриддин қандай ән жазбасын? Жоқ, Калифорнияны енді мен Садриддинмен немесе Қайратпен салыстыра алмаймын. Әрине жасап жатқан әндері хит, бірақ Калифорния мысалға менің ойымша бір ән шығады хит, содан кейін екі әннен кейін төртінші ән хит болуы мүмкін. Бірақ Садриддин немесе Қайрат не шығармаса да хит. Хиттен хит. Содан халық оған енді екеуінің де көрермені бүкіл Қазақстан тыңдайтынына мен толықтай сенемін. Біреулер мүмкін ұнамайды деп айтқан күннің өзінде де жоқ дегенде де естіп отқан жандар бар. Сондықтан да сондай көрсеткіштер бола тұра, халық әрине өзінің сүйікті әншісінен хит талап етеді. Ол заңдылық нәрсе. Сіздерге ол қысым емес пе? Жоқ, мен үшін ол қысым емес. Мен іштей әрине өтірік соқпай ақ қояйын, мен сұрауым бар Алладан. Мен жасаған әндерім хит болса екен, жасалған әндерім хит болса, жасалатын әндерім хит болса екен деп тілеймін мен. Ол расында да сен жасаған әуенің, жасаған дүние көпшілікке тарауыңды сен іштей талап етесің ғой. Енді бүгін хит деген бір заманауи ол тіл ғой, бірақ кеңінен таралса екен деген ұғым ғой. Сондықтан да әрине енді қалай айтсақ, бүгінде мен жаңа басында бастапқыда айтып кетіп жатырмын ғой, әр әртістің өзінің кезеңі болады. Ол көбінесе жастық шағына келеді. Бір 10 жылдық болады, 10 жылдықтың ішінде өте қатты дамиды. Ұстап қалу керек пе? Сол биіктікті енді одан асып түсуі мүмкін қиындау болар, бірақ өмірде тәжірибе бар, одан асып түсіп орындап жатқан немесе биіктеп жатқан жандарымыз бар. Бірақ десе де сол биіктікті немесе сол көрерменді ұстап қалу және де сол көрерменмен қосып жаңа көрермендерді өзіне қарату, ол әрине көптік жұмысты талап ететін дүние. Бізде не? Бізде 10 әннің жоқ дегенде біреуі немесе екеуі хит болса, ол сенің күнделікті стабильность дейміз ғой, сол тұрақтылықты істеп жүрген жұмысыңның дәлелі. Сондықтан да мен оған ешқандай не қылмаймын, өкінбеймін. Ән жазам. Бұл жол шықпады ма, келесі жол шығады. Оған қалай айтсақ болады, мен 2009 жылы ең алғашқы рет өзім жеке әнші ретінде шыққан болатынмын. Айттым сәлем қаламқас Абай атамыздың әнімен ән орындалған болатын. Таныды, естіді, бірақ десе де Орда тобының әншісі деп білді. Содан кейін 2013 жылы Күрсінбе деген ән жарыққа шықты. Күрсінбе деген ән шықты да, менің жеке әнім бола тұра, бірақ бейнебаянда Орда түскеннен кейін оны да Орда тобының әні деп білді. Содан кейінгі шыққан ән Сезім, бейнебаянмен түсірілген. Содан кейін шыққан ән Жаныңда болу бақыт. Енді мен олардың жоқ, менің ойымша дастанды дастан қылған ол Көк аспан. 2016 жылы Көк аспан шыққан уақытта арасында да енді Мейірбек Атабековтің әні ғой бұл. Мейірбектің өзінің орындауында мен тіпті қатты жақсы көремін бұл әнді. Оның орындау шеберлігіне менің орындау шеберлігім әрине мен мойындаймын, бір қадам жетіспейді. Бірақ мен сахнада өзімнің биіммен, харизмамен, бәрімен осылай алып тұрам. Бірақ Көк аспан біздің елде, Қазақстанда тіпті қатты хит болды. Қырғызстанға қараған уақытта. Сондықтан да енді толықтай айта аламын, Көк аспан Мейірбек Атабековтің әні бола тұра, менің тұмарыма айналған ән, менің бой тұмарыма айналған ән. Содан кейінгі ән әрине ол Бегімай. Қазір міне Бегімайдан кейін Ант деген ән шықты мысалға, кеңінен таралып жатыр. Бірақ сол әндердің арасында қаншама әндер жазылды. Сол әндер олар хит болған жоқ. Мен әлде де концертімен шыққан уақытта міндетті түрде айтамын, менде осындай әндер бар, негізі біле білсеңіздер деп. Енді ол өкінетін дүние емес. Ән хит болу міндет емес. Ол сіздің жаныңыздың үні. Жүрегіңіз бір жүрек халық болып, халықтың жүрегі бір әнге бұрылмаса да, ол халықтың жартысы сол жүректен емделуі мүмкін, демалуы мүмкін, ем алуы мүмкін. Өте дұрыс, өте дұрыс. Бір жанға жетсе де, ол біз үшін өте бір қуаныш.
миллионға жетсе тіпті жақсы қуаныш. Сіздің бір кездері мына кино кадрларда бой көрсеттіңіз. Және маған сіздің киноға аяқ басқаныңыз ұнады. Ал қазірші бізде кино индустрия өте қарқынды дамып жатқан кезде неге Дастан жоқ кадрда? Уақыт жоқ. Уақыттың жетіспеушілігі. Расында өте көп ұсыныс бар киноға түсуге. Менің Ашок деген киноагентім бар. Күнде звондайды. Аптасына жоқ дегенде бір рет звондап, бір сценарий немесе бір кинопробаға шақырту жіберіп отырады. Ал сіз қандай сценарий күтіп жүрсіз өзіңізге? Мәселе, мен бір күтіп жүрген сценариім жоқ, бірақ бір кездері болған. Жоқ, Дастанды тағы да жарқ еткізетін мүмкін бір сценарий болуы мүмкін шығар. Ойламаппын ол туралы. Кинода жаңалық жасауда керемет қой. Жақында ғана бір ұсыныс болды. Нұрлан Қоянбаев, Нұрекеш өзінің көмекшілеріне айтыпты, Дастанды осы бір бизнес по-казахски Вьетнамда болады, неге шақырайық деп. Неге мен барғымақ келеді іштей. Мен ойладым, сол жерге барып, сол жерде шығуға болады, жарқ етіп бүкіл экрандардан, бірақ уақыттың тығыздығы. Олар бір графикті ұсынады, мен өзімнің графигіммен салыстырам, екеуі келмейді мысалға. Бірақ іштей дейікші, әрине бір триллерге түскім келеді. Немесе бір андай тергеуші болып рөл ойнағым келеді. Менің ойымша бір маған келетін дүние секілді. Өйткені форма бар, формадан бөлек билеп тұрып ән айта аласыз. Келіншегім айтады ғой, сенің түрің негізі кез келген актерға келе береді дейді. Соны бірақ саған именно бандит немесе бір киллер болып ойнасаң тіпті жақсы болады дейді. Мүмкін сол рөлді ұсынатын шығар, күтеміз. Болатын шығар деген ойдан, бірақ десе де көреміз. Бірақ киноға сондай бір қазір құлшыныс жоқ. Қазір құлшыныс неге бар? Музыкаға. Музыка қазір ең үлкен армандарымның бірі Алматы аренада үлкен бір стадионда концерт беру. Менің бүкіл сана сезімімді алып тұрған бір дүние, бірақ жасалып жатқан жұмыстың бәрі соған алып келіп соғады. Мынау енді тұрақтылықтың да белгісі, күнделікті жасалып жатқан жұмыстың да белгісі барлығы, енді қазіргі финиші дейікші, осы үлкен концертке алып келу. Стадион неше адамдық ол жерде? Бізде Алматы арена қателеспесе, Алматы арена 12 мың адам. Стадион әрине 30 мың адам жинауға болады. Бізде Астана аренада да 30 мыңға. Бірақ енді біз Алматы аренамен осы жерде Үшкемпіров атындағы спорт комплекске сол жерге жасасам ба деген арман бар. Және әрекет ақырындап, жоспарлар сызылып басталып кетті. Әрине, ол 27-ші жылы болатын дүние. Негізі айтудың қажеті жоқ еді негізі. Кесіп тастай аламыз. Жоқ, көпшілікпен бөлісейік керісінше. Тағатсыздана күтіп жүрсіз. Иә, сол кезде жоқ, мындай внешний контроль деген бар. Сен сөз бересің, сөз бергеннен кейін сол сен сөзіңді ұстау керексің. Кейде сен өзің істеймін дейсің да, бірақ болмай қалса, жақсы деп қол сілтей салуыңа да болады. Ал бірақ енді сен көпшілікке сөз беріп қойғаннан кейін, көпшілік сенен күтеді ғой, сұраныстар болады, көпшіліктің тілеуі болады. Соның арқасында әрине сен сол нәтижеге жетесің. Ол да бір қалай ырымдаушылық дейікші. Иә. Осылай қазір мен айтам, сосын кейін кері қарай маған байланыс келеді, немесе іштей ниет мен соны талап еткеннен кейін маған кері қарай қайтып келеді деген сондай ұғымдар ғой. Қазір әйтеуір коучтың түр көп болып кетті ғой, тренингтерде жинап алғанымыз дейікші. Сізде бір адамның жаңағы трансформациясына жақсы мотивация бере алатын адамсыз. Есімде тағы да бір сұхбатымызда сіз айттыңыз, адам бос уақытында жоспарлау керек дедіңіз. Жаңа айттыңыз ғой, уақыттығыз дедіңіз. Және сіздің қазір приоритетіңізде не дұрыс, соған бағытталып тұр да барлық күшіңіз. Адам бос уақытын қалай жоспарлайды? Бос уақыт демалғысы келеді. Мен бос уақытымда үйде келіп, бала шағамның ортасында телевизор қарап, немесе сыртқа шығып, немесе мейрамханаға барып, сол жерден бір тамақтанғым келеді. Ол білмеймін, қазір біз есейген сайын ба, немесе жұмыстың көптігінен болып па, өте бір дефицит дүние болып кетті. Мен расында кейде жай үйге келіп, телевизорды қосып қойып, диванына жатып, осылай. Бірақ бір таң қалатын дүние,
бір күн солай өткізсем, дейікші, мен келдім мысалға гастрольдік сапардан, азанда келгенін білем, кешке шейін жаңағы шаршап келгеннен кейін сен ұйықтап аласың, ертеңгі уақытыңды осы жанұяма арнаймын деп ойлайсың, сосын үйде боласың, телевизор қарайсың, бірге сериал қарайсың, сөйтесің, кешке қарай дым жұмыс бітірмей жүрген адам сияқты болып қаламын мен. Үйде бір жатып алып демалып жүрген адам сияқты сезінемін өзімді. Бірақ мен біліп тұр ғой, сана сезім, кеше ғана мен жұмыстан келдім, бірақ бір күн жұмыс істемей қалғаннан кейін тіпті жұмыс жасамай жүрген адам сияқты сезінемін өзімді. Демек өзіңізге демалуға рұқсат етпейсіз, Сондай бір өте бір талапшыл. бірақ бір шетінен енді жақсы жағынан қарау керек қой, әр кезде жақсы жағын қарау керексің. Өзі іштей айтамын, ол дұрыс бір ұғым шығар деп ойлаймын. Керісінше өзіңнің талабың бар, мотивацияң бар, өзіңе өзің шабыт беріп тұрған жандардың бірісің. Сондықтан да қуанбайтын жайы бар, қуанатын жайы бар. Соның арасында баланс ұстап жүру. Уақыт тапшы дедік, шынымен де қазір уақыттың динамикасы бір еселеніп кеткен сияқты. Өте қатты. Бұрынғыдай жайбасарлық, ақырын жүретін уақыт жоқ. Бәсекелестіктің арқасы ғой, Және бәсекелестік сіздердің салада қаттырақ сезіледі. Өте қатты, қазір өте қатты. Бірақ енді сол күнделікті жұмыстың арқасында ма, әлі күнге шейін мен орда тобына бәсекелестік танытатын топ көрген жоқпын. Енді жастардың құлақтарын алтын сырға дейікші. Бірақ енді альфа деген азаматтар бар, 91 деген азаматтар бар. Бірақ десе де сахнаға шыққан уақытта әлі күнге шейін орданың энергетикасы бөлек. Сол энергетиканы мен көріп жүрген жоқпын. Жанкүйерлер, фанаттары көп шығар. Бірақ енді мен өнер адамы болғаннан кейін жаңағы сахнадағы энергетиканы сол туралы айтқым келеді. Орданың беретін энергетикасын әлі ешкім берген жоқ. Орда тобының жасаған жаңалығымен қазірге дейінгі қазақ тіліндегі мына музыканың, әннің эволюциясын қалай айтар едіңіз? Менің ойымша 91 жасады эволюцияны, жаңа эволюция жасады. Өте бір қатты мысал ретінде келтіретін дүние, француз тілін қазақ тілімен үйлестіріп, әуенді орындап беріп жеткізу. Немесе біз енді орда тобы, біз өзіміздің мәтіндерімізге мен ордамын, мен осындаймын деп біз өзімізді бір айдол ретінде ұсынған емеспіз. Біз қарапайым бір махаббатты сипаттап берген кезде бір әдемі оқиғаны сипаттаймыз әндерімізбен, немесе бір қағаз кеме секілді әуендермен бір шабыт береміз. Сондай. Ал бірақ қазіргі жастар соның бірі 91. Анау әні бар ғой. Қайтадан? Жоқ. Саған қалай айта аламын, ол да бір махаббаттың оқиғасы ғой. Мен емес, сен мен емес деген бір әні бар ғой. Сол кезде олар оны өз бір стиль атайды, оны мен есімде жоқ нақты қалай. Өзін көрсету сияқты. Сондайлығымен менің ойымша бұл да бір жаңа бір деңгей. Біздің әртістеріміздің өзі туралы айтылатын. Соны жасаған 91. Оларға дейін оны ешкім жасаған жоқ. Ал содан кейінгі жасалып жатқан енді менің ойымша Садраддин нақты ортаны тапқан әншілердің бірі шығар деп ойлаймын. Жасы болсын, үлкені болсын, бүгінгі заманға бір сәл де болса талапқа сай болатын әншілердің бірі. Қайратты айтуға болады. Қайрат қай заман болмасын, енді ол азаматты, ол бауырымызды қанша жыл білем. Не деген деймін да, бәрібір өзінің көрерменнен бөлек әуені не шығармасын, өзінің тыңдарманы әр кезде табыла қояды. Содан кейінгі қазір еңлік. Расында да бір жаңа бір эволюция алып келтесек болады. Енді бізде қыз баланың рэп әлемінде именно қазақ тілін дұрыс төсеуі әуенге, рэп әуеніне өте бір қатты қуантатын жай. Содан кейін қатты былай қара, енді батыстың әуеніне қазақ тілін әдемі жатқызған ол кім? Бері қара бұл қап-қара Шымкент, Шиза. Маған өте қатты ұнайды. Енді жастар өте қазір көп, қуантатын жастар көп. Дастан, қазіргі жастар, олар өздерінің бағытында, өздерінің стилінде әдемі дүниелер жасап жатыр. Жететінін аудиторияға, армияға жетіп жатыр, Бірақ айналып келгенде әрқайсының репертуарында бір
өміршең әндерден бір екеу қосылып жатыр кавер нұсқада. Әдемі қылып жеткізеді, заманауи жеткізеді, тәтті қылып жеткізеді, тіпті түп нұсқадан асырып жатқандар да бар да, құлаққа басқаша естіліп жатыр. Енді айтыңызшы, м, сіз жаңа айттыңыз ғой, көк аспанды берер ме едіңіз біреуге, бегімайды берер ме едіңіз, орындайыншы кавер нұсқада десе? Ондай ұсыныстар бар, және де айтып жатқан жандар да бар. Мен қарсы емеспін. Кавер деген дүние ол сенің жасалған әніңнің ары қарай өмірінің жалғасын табуына үлес қосатын дүние ол. Сіз солай есептейсіз? Мен солай есептеймін. Мгм. Ол дұрыс дүние ол. Бірақ бір әнші айтты, жоқ, менің әнім ол менің еңбегім, ол менің бойтұмарым деген секілді. Енді Әркім мысалы мен бір әнді ол кісіге мін айта алмаймын. Ол өзінің тікелей жеке пікірі ғой. Ол солай ойлауына оның хақы да бар, құқылы да. Бірақ десе де ән жасалғаннан кейін Мгм. енді Шәмші атамыз өмірден ғайып болып кетті. Ол кісі мысалға вальсті жазды да бір ағымда, бір ритмде, бір әуенде. Бүгінде өзіңіз жаңа айтпақшы, тіпті әсерлеп орындайтын әншілеріміз бар. Сәл бір нотаға тағы бір нота қосылып, бір иірімдер қосылғаны бар. Ол мысалға ескі нұсқасында ол сол кездің аға апаларымыз естіді. Бүгінде жастарымыз мүмкін оған мән бермеуі де мүмкін. Мгм. Бірақ өзінің заманындағы әнші сол өзінің иіріміндей, өзінің мәнерінде орындап сол әнді қайта орындаса, ол осы әннің ары қарай тағы да өмір сүруіне 100% септігін тигізеді. Мгм. Және де ол жалғасады солай. Композиторға бұл қалай болады екен? Оның әнін бағытын өзгерту. Жарайды, қазір өзгертсін, 20 жылдан кейін әнші кеп, оны тағы да өзгертеді. Сөйтіп, композитордың еңбегі еш болып кетпей ме? Біз оригинал түп нұсқасын сақтап жоғалтып алмаймыз ба? Ол оригинал жоғалмайды. Неге десеңіздер, кавер деп естігеннен кейін Мгм. міндетті түрде адам түп нұсқасын естігісі келеді. Білесіз бе, Музарттың репертуарындағы бір әнді білмейді екен, бұрын ешқашан естімеген. Бірақ қазір естіп, вау деп өзіне жаңалық ашып жатқан аудитория бар. Бұрын Музарттың орындауында мүлдем естімегендер. Көрдіңіз бе? Иә, Иә, алысқа жаңалық ашып бармай ақ қояйық. жатқандар. Орда сен сұлу әнін орындадық Мгм. біз. Біз мүлдем басқа стильде орындап Мгм. шықтық. Біз оны тіпті баяулатып орындадық. Өте көп тыңдарманы болды сол әннің, сен сұлудың. Менің балам, алысқа бармай ақ қояйық, Алдияр, сол әнді бізден естіді да, содан кейін түп нұсқасын естіді. Мгм. Түп нұсқасын естіді, қателеспесем, енді Дос Мұқасанға дейін орындаған әнші апамыз бар. Есімде жоқ, есімде жоқ. Балам сол нұсқаны жақсы көреді. Ол нұсқаны білмесе, егер біздің орындауымызда сен сұлуды естімесе. Мен сол мысал ретінде содан кейін салыстырмалы түрде айтып отырмын. Бала естіді, сосын түп нұсқасын естігісі келді. Біздің нұсқамыз емес, түп нұсқасы ұнады баламызға. Әр кезде естиді де көзіне жас алады. Балам, мен айтамын, неге жылайсың сен сұлуды естіген? Білмеймін, әке, естісем жылағым келеді. Жүрегінің бір қылын шертетін сияқты болып тұр ғой. Әрине. Сондықтан да мен толықтай келісем, кавер жасалсын. Бірақ айтқым келетіні, кавер жасағаннан кейін кавер жасаңыз. Кавер дегеніміз жаңа нұсқасын ұсыну. Әрине, түп нұсқасындағы мелодиясын, ноталарын бірінші куплетінде немесе бірінші қайырмасында естірту абзал, ол тиісті дүние. Содан кейін ары қарай өзінің импровизациясын қоссын. Бірақ енді кейде мен де өзім кавер жасайтын күндер болады. Мысалға, біз егізілебіз деген бағдарламада таңертең мен бір сұлу қыз суға келеді деген әнді біз басқа ритмде орындап жатық. Таңертең мен бір сұлу қыз суға келеді. Ал егер таңертең мен бір сұлу қыз біз мүлдем басқа ритмде орындап шықтық. Бірақ менің ойымша олай да әдемі, олай да естуге болады. Тамаша. Рахмет. Дастан, адамның бойында қабілет өте көп, потенциал деп сөз айтамыз ғой қазір. Әнші үшін өзіңіз айтыңызшы, өзіңіздің қазіргі деңгейіңізбен әлі ашылмаған қырыңыз, әлі көрсететін потенциалыңыз бар ма? Әрине. Әрине бар. Мен сахнаның өзінде де айтамын, 75 жасыма шейін билеп тұрып сіздердің алдарыңызда өнер көрсетемін деп. Тағы да уәде бердіңіз көпшілікке. Иә.
бірақ мәселе сен күнделікті ән айтып жүргеннен кейін сен өзіңнің мүмкіндігіңді естіп бастайсың. Мгм. Өйткені мысалға мен қазіргі айтып жүрген әндерім кейде сен бір басқа бір әуендерді естисің да сол жерге сол иірімді айтқаннан кейін өзіңнің бір үндестігін тапқаннан кейін сен ойлайсың іште бар екен әлі. Және де әр 10 жылда сен мысалға өзіңнің көрерменіңе сол жасқа сай әуен сыйлау керексің. Иә, ол рас. Иә, Ол рас. сол жас. Өйткені ең адал көрермен сенімен бірге сонау басыңнан бірге келе Өте жатқан дұрыс көрермен. айтасыз. Сен оларды ешқашан ұмытпау керексің. Мгм. Біздің де жасымыз келді. Мысалға алысқа бармай ақ қояйық. Мен Чумаков сияқты бір әндерді айтқым келеді мысалға. Мгм. Чумаковтың. Өйткені расында да жанға жай біздің буынға, біздің музыкалық талғамымызға қазір сай өте музыкалар жазады. Соның бірі Қоңыр күз болатын. Мгм. Қоңыр күз мен неге осы біздің ұғымымызға келетін дүние деп. Сондықтан да әлі жасайтын дүние көп, әлі тіпті жас буындарға да әлі көрсететін дүние бар. Қазір сол жұмыстар жасалып жатыр. Сондықтан да бәрін қамтуға әйтеуір тырысамыз. Мгм. Нұрлан Өнербаев ағамыз айтқан, жаңа сіз сол сөзді сізден естіп отырмын. Әр адамның, әншінің өмір кезеңіне сай тақырып та өзгереді. Иә, Орындау да өзгереді. Орындаған жүрек те басқаша жеткізеді деген секілді. Сондықтан ол рас. біздің тұрақты сіздің фанаттарыңызға сыйлайтын әндеріңіз әлі жастарға көрсетерім де айтарым да бар деп қалдыңыз. Иә, Жастар тарапынан бірге ән айтуға, бірге билеуге, бір динамикада толқында болуға ұсыныстар қаншалықты түседі, және қазіргі тренд коллаб қой, мхм. бірлесіп Иә. бір сахнаны бөлісу. Сол жағы қалай? Былтыр мен коллабтарын жасадым. Мгм. Былтыр 2025-те мен Айримен бірге ән орындаған болатынмын. Содан кейін Айридің көрермені сізге келді ме сол кезде? келді әрине. Коллабтың мақсаты да сол ғой. Өте бір жақсы тандем болды. Мгм. Оның үстіне Орданың хит әні ғой, The Meaning of the Life-ға біз өмір деген ән мәтін жазып, Сержан Бақытжан мәтін жазған, өте бір керемет туынды шықты. Әрине енді оның тыңдармандарының, менің тыңдармандарымның жазуы керемет дуэт болды, керемет үйлесімділік бар, тамаша деп. Одан бөлек қателеспесем Зейін деген азаматпен бірге Тоңдым деген әуен жазған болатынмын. Содан кейін кіммен жасадық, Құдай-ау? Мадияр деген азаматпен, осы Астанада Найза деген бендтің солистісі бар. Мадиярмен Кел бір биге деген ән жазылған болатын. Тағы да кім бар? Мгм. Қателеспесем бір 5-6 Әділет Бисариев, Ант жасаған болатынбыз. Биылда енді қазір коллаб жасаймыз деген ниет бар. Іштей ниет бар, бірақ айтпаймын. Мгм. Ал сол жаңағы айтпаймын дедіңіз ғой. Иә. Мүмкін бұл сұрақ оған қатысы бар ма жоқ па білмеймін. Әлемдік сіз жақсы көріп, сіз мойындаған тұлғалардың қайсысымен Дастан Оразбеков бірге бір сахнада ән айтқысы келеді? Әлем жұрты. Расымды айтатын болсам, Мгм. батылдығым жетпей жүр. Әлемдік бір әртіспен ән орындауға. Неге? Білмеймін, іштей бір қорқыныш бар секілді. Жоқ, ол мен Сізге әрине қорқу деген сөз жараспайды. жоқ, енді әр пенде болғаннан кейін мен сізге шын жауап жасап отырмын. Өйткені расында да мен түсінемін, ол менің бір келесі қадамым, ол менің келесі бір бағындырар биіктігім екенін мен біле тұра, нақты бір әртісті, бірақ іштей әрине мен Джастин Тимберлейкпен орындағым келеді. Иә, екеуміздің тандеміміз келетін секілді, жасымыз да бар, бірақ енді биге деген екеумізді салыстыратын болсақ, ол қорқыныш менің музыкалық деңгейім емес, ол менің қаржылай мүмкіндігім, жетіспеушілігі. Егер де ұсынысты қабылдаймын, бірақ гонорар осындай десе, Джастинмен бірге ән шырқау үшін пәтеріңізді сатуға, болмаса бір құрбандықтар жасауға дайынсыз ба? Жоқ. Өйткені мен ақыл тоқтатқан азамат, менің жанұям бар. Менің әрине енді ол мүмкін біреуге өкінішті болуы мүмкін, бірақ десе де мен керісінше үйді сатпай,
керісінше сол демеушілік жасайтын азаматтарды тартылатыныма мен толықтай сенімім бар. О, болды онда. Иә. Алматы аренада Джастин күтеміз. Бала шағамның аузынан жырып Алматы аренада, иә. Кім біледі? Ондай нәрсе жоқ. Сіз Негізі тәуекел ете ұсыныстар алатын бар. адамсыз ғой, Негізі ұсыныстар бар. Мгм. Оны арада қазір көпір болып жатқан Аслан деген азамат бар. Мгм. Мен жақында ғана бір ұсыныс тастаған болатынмын, ресейлік бір әншімен дуэт неге жасамасқа деген. Мгм. Сөздің ашығы Лабададан да ұсыныс келген маған. Мгм. Мен емес, сол кісілерден ұсыныс келген, дуэт жасайық деп. Өзім білмеймін, ол кезде қайда жүргенімді, ойым бір жерде сөйтіп жүрген уақытта сол ұсыныстан айырылып қалдық. Мгм. Негізі болсын мүмкіндікті жасауға болатын еді. Қазір енді ондай мүмкіндікті жібермейтінімізге сенімім бар. Мгм. Концерттен кейін бірден ұйықтай ала ма жалпы әнші? Жоқ. Жоқ. Қанша тәулік ұйықтамайды, эйфорияда жүреді ғой. Жоқ Концертін дегенде- берді. Иә. Стадион жинады, алаң жинады, зал толы, қошемет толассыз. Әншінің сезімі қандай осы кезде? Ол кезде оны сөзбен жеткізу менің Сөз жоқ ойымша, әзірге. иә, ондай сөз жоқ ол. Бір теңеу бар, оны ертең шығарасыздар ма, шығармайсыздар ма, мен айтайыншы. Халал наркотик қой ол. Мгм. Ол оны былай сөзбен жеткізу, оның эйфориясы, оны сезіну үшін сіз халыққа шығуыңыз керек. Мгм. Бір әдемі бір біздің тыңдарманымыздан, орданың тыңдарманынан әдемі әңгімесі бар, бүйтеді. Білесіздер ма дейді. Сіздер дейді, бір бақытты сезіне алмайсыздар дейді. Мгм. Ол қандай бақыт десек, сіздер орданы біз сияқты қарап отырып наслаждаться ете алмайсыздар дейді. Өте дұрыс айтқан. Иә. Иә. Сол кезде ол расында да бір ойландыратын дүние. Сондықтан да дәл солай мен де айта аламын. Көрерменге айта аламын. Сіздер біз сияқты сондай махаббатты сезіне алмайсыздар сіздерден кейін. Жақсы. Иә. Шамамен жобалап Келтірген шығармын, Иә, әйтеуір бір жауап. теңестірдік. Иә, теңестірдік. Біздің подкастымыздың да аты жарық деп аталады. Тамаша. Иә, санада бір адамның санасында сәуле жанған кезде ол айналасына жарық сыйлайды екен. Ал 100% сіздің келісемін. иә, өміріңіздегі жарық сәулелеріңіз, жарық шамдарыңыз қаншалықты жиі жанып тұрады? Күнде жанып тұрады. Күшті ғой. Күнде жанып тұрады. Жап жарық па? Аллаға сансыз шүкір, себебі неге десеңіздер, миссиям бар. Мгм. Сол миссия мен үшін шырақ. Мгм. Ол сол шырақты жарық қылатын менің жанұям, менің көрерменім, Мгм. менің бауырларым, менің достарым. Мгм. Өйткені олар күнделікті сені демеп отырады. Жасаған әніңді тыңдайды. Осылай ол күшті екен. Ертең сен концерт беріп жатқан уақытта, көрерменнің ықыласын білдіріп жатқан уақытта расында сенің жарығың одан саман қатты жарық. Иә, есіме түсіре алмай отырмын авторын. Адам өмірге 2 рет келеді дейді ғой. Бірінші туған күні және екіншісі миссиясын жалпы Тапқан өмірдегі күні ма? тапқан күні екен. Сонда ғана нағыз бір өмірдің тәтті дәмі басталатын секілді. Сіз Рас де айтасыз, иә. бір музыка әлеміндегі миссионер сияқтысыз. Миссиясын орындап, біздің жүрегімізді емдеп жүрген. Мен жалпы өнерді ем деп айтамын. Бұл адамның жанына үңілу ме, жарасын жазу ма, сырласу ма, әркім әрқалай қабылдайтын Иә. шығар. Бірақ жалпы адамның өзінің мына мидың оң жақ қыртысы мен сол жақ қыртысының өзінің біреуі шығармашылыққа жауапты екен. Сол Сондықтан- жақ қыртысы Иә. шығармашылыққа жауап Иә. береді. Сондықтан біздің мына сол жақ қыртысымыздың нейро байланыстарын реттеп тұрған шығармашылықтарыңызға табыс тілейміз. Рахмет. Мен сізбен толықтай келісемін, себебі мен де концерттерімде тура солай айтамын. Біз сіздердің жаныңыздың емшісіміз дейміз. Мгм. Әуенімізбен докторлар егер физикалық тұрғыдан сіздерді емдесе, біз сіздің жаныңызды емдеу үшін жаралған жандармыз деп. Иә, құрметті көрермен, біз осылай жарқ-жұрқ еткен мотивацияға толы жанмен бүгінгі сұхбатымызды аяқтаймыз. Иә, өнер кеңістігі, өнер әлемі өте бай және сол үлкен әлемнен өзінің еншісімен үлесін алып жүректерге жақсы бір дәру беріп жүрген Дастан Оразбеков бізде бүгін эфирде қонақта болды. Тыңдаңыздар, қай әнін жақсы көресіздер, төменге міндетті түрде жазыңыздар, қалдырыңыздар. Көп рахмет. Беу шіркін, рахмет.